Сәлем баршаларыңызға, біздің Ақ Дастархан YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бұрын соңды жасап көрмеген не жасаймыз? Макси чай жасаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Күніге магазинге барып 550, кейбір жерде 600 теңге болуы мүмкін макси чайды сатып ала бергенше толтырып үйде істеп қойып, рахаттанып ішіп алғанға не жетсін. Әрине оны жасап көру керек. Бізбен бірге жасауға дайынсыздар ма? Кеттік. Негізі макси чайдың әртүрлі дәмдері бар, жасыл түсінде лимонный дәм шығады, қара түсінде әртүрлі шабдалы немесе кез келген жемістің дәмі шығады. Бізде сондай макси чайдың дәмі болу үшін, әрине бізге керек заттар черешня, алша дейді ғой, сол керек болады. Алманың осылай жасыл түсін алғандарыңыз дұрыс. Одан соң апельсин, бір апельсин жетеді негізі. Одан кейін әрине мята және бізге керегі каркаде. Қазір қалай жасайтын көретін боламыздар. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Осылай бізге шамалы 3 литр немесе 4 литрді су керек болады. Қалауларыңызша суды қоссаңыздар болады. Суды газге қойып қоямыз, астын жағып, және үстінен осылай каркадемізді қосамыз. Каркадені қатты қоспаймыз. 50-60 граммдай қоссақ жеткілікті. Осы жеткілікті жақсылап бір араластырып жібереміз. Және оның қайнағанын күтетін боламыз. Жарты сағаттарда қайнап қалу керек. Болды, қайнағанын күтетін боламыз. Енді ол аралықта біз не істейміз? Әрине қалған заттарын дайындайтын боламыз. Кеттік. Суымызды қойып қойдық. Ол қайнағанша жаңа айтқан жемістеріміздің барлығын бір кетіп тура болайық. Ең алдымен алмадан бастаймыз. Осылай алмамызды тура боламыз. Негізі осылай макси чай жасаған кезде алманы және цитрустық жемістерді, тіпті шабдалы болса шабдалын да қоссаңыздар болады. Бірақ шабдалы емес, оның орнына біздің үйде черешня болғандықтан черешняны қосып жібердік. Осылай алманы ұзынша етіп тураймыз. Бір алманы осылай турап қойсақ жеткілікті негізі. Бір апельсинімізді алып, оны да ортасына бөлеміз. Апельсиннің жартысын қолданамыз. Жартысын әдемі безендіруге алып қалсақ болады. Осылай жартысын алып, оны да осылай ұзынша етіп, жұқа қылып тураймыз. Апельсиннің иісін қатты жақсы көремін. Жегім келіп кетті. Апельсинді де осылай турап алдық. Енді осылай жарты лимонды алып, оны да қосатын боламыз турап. Бәрін турап алдық, дайын болды. Жаңа осылай қалауларыңызша черешня немесе шабдалы қоссаңыздар болады дедік. Черешняны сабақтарынан ажыратып, қасына қосып дайындап қоямыз. Жаңа каркадеміз бен суымыз қайнаса, шетінен қоса береміз. Осылай барлығын сабағынан ажыратып аламыз. Енді мынау жемістердің бәрін қосқаннан соң макси чайдың дәмі жолда қалатын сияқты. Айтады ғой, 1000 рет көргеннен 1 рет жасап көрген жақсы деп. Сондықтан бізбен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер.
Міне жемістердің бәрін дайындап қойдық. Әрине осылай мятаны да қосамыз, көп емес. 5-6 мятаның жапырақтарын да алып макси чайымызға қосатын боламыз. Енді дәмді сусын шығайын деп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Каркаде мына қайнап жатыр. Қып-қызыл болды. Осылай қайнап жатқанның үстіне шекерімізді қосамыз. Шекер 300-400 грамм қоса беруге болады. Қостық шекерімізді. Енді жақсылап араластырамыз. Жаңағы алдын ала турап дайындап қойған жемістерімізді осылай барлығын салып шығатын боламыз ішіне. Түсі әдемі болып жатыр ше, макси чайымыздың. Нағыз ассорти чай болды ғой. Салқындатып қойып ішсең, нағыз жазды күні шөл басар. Жемістерін бәрін салғаннан кейін де осылай тағы бір араластырып аламыз. Барлығын салып алдық. Енді 10 минут тағы да бір қайнағанын күтіп, суытуға алып барамыз. Міне қараңыздар, осылай қайнайды барлық жемістер. 10 минут өтті. Енді мұздауын күтетін боламыз. Газдың астында жүре беруге болады. Есі қандай күшті шығып тұр. Міне компотымыз мұздады. Ыдысымызға құйып, дәмін көретін боламыз. Осылай графинге құйып, қонақ шақырсаңыз дастарханға тарта беруге болады. Немесе күнделікті шөл басар сусын ретінде іше берсеңіздер болады. Каркаденің, жаңағы алшаның, қалған жемістердің дәмінің барлығы сіңіп, біздікі ерекше макси чай айсти болды ғой. Қазір дәмін көретін боламыз. Осылай мұз қосып жіберсеңіздер болады үстіне. Дәмін көреміз енді. Бір өшіріп. Міне сіздер күткен макси чай, айсти деп те айтсаңыздар болады. Дайын болды. Дәмін көрейік. Дәмін көрейік қалай болған. Бұндай макси чайын дәмін көрмеген еш жерде. Міндетті жасап көріңіздер. Және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Себебі сіздер мен біздер күткен өте керемет рецепттер күн сайын шығып отыратын болады. Біздің Ақ Дастархан YouTube арнамыздың көрермендері біздің видеоларымызды міндетті түрде қарап жүріңіздер. Себебі сіздер күткен өте керемет рецепттермен бөлісетін боламыз. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.